Куатес 2026 төртінші нұсқаның бұйырса міне 16 есебіне дейін 16 есептен 35 есепке дейін аралықты қазір талқылайтын боламыз. Ендеше есебімізді бастайық. 16 есептен бастаймыз. Телефонды ашып алайын. 16 есепте қандай есеп берілген екен қарайық. Так, жаңағы нұсқамызды алатын боламыз. Так, 16 есебіміз А1, Б1, С1, Д1 бірлік күп берілген. Бірлік күп дейді, барлық күп. Бірлік күп берілген А1 жазықтығымен А1, Д1 жазықтығы арасындағы бұрышты тап дейді. Ендеше біз бірінші күп сызып алайықшы. Бұл бізде 16 есеп екен. Енді күп сызып алайық. Бұл жерге біз бір күп сыздық міне. Көріп отқандарыңыздай бір күп сызайық. Бұлай емес, жағынан сызайықшы. Тағы бір күп сызып алайын. Сосын сіздерге дәлдеп көрсетуге тырысайық. Сонда дұрыс болатын шығар. Мына жерден бір күп сызайық. Міне, енді бұл жерде несін сызу кішкене ауыр, енді қарайық, күп сызып алайық. Бұл күптерді біз не істейік? Белгілеп алайық. Яғни бұл күптерді А, Б, С, Д деп белгілеп алайық. А, Б, С, Д. Онда төбелерімізде А1, Б1, С, бүкіл қабырғасы бірге тең дейді. Енді бізге мына екі жазықтық арасындағы бұрышты тап деп тұр ғой. А, Б, С жазықтығымен дейді. А, Б, С жазықтығымен А, Б1, Д1 жазықтық арасындағы бұрыш дейді. Көптігінің бүкіл қабырғалары қандай тең деп аламыз. Ендеше есебімізді бастайық. Бірінші былай істейік. Қай жазықтық екен біліп алайықшы. А, Б, С жазықтығы, ол табан жазықтығы деген сөз. А, Б, С жазықтығы деген сөз, табан жазықтығы деген сөз. А, Б, С табан жазықтығы. Одан екінші жазықтық А, Б1, Д1. А, Б1, Д1 дегеніміз мына жазықтық екен. А, Б1, Д1 дегеніміз мына жазықтық екен мына. А, Б1, Д1 дегеніміз мына жерден келетін болса, А, Б1, Д1 дегеніміз мына жердегі жазықтық екен. Көрдіңіздер ғой, мына А1, Б1 деген жазықтық. Енді тағы бір реңмен мен кішкене жазып алайын табу үшін. Онда мына диагоналдың ортасы арқылы жүргіземіз да. Ол қай жердегі бұрыш десе, центр арқылы тұтастырып аламын. Міне центрді 90 градус жасайтын А1 жазықтығы мен арасындағы бұрыш десе, А1 жазықтығы деген мынау міне. Сонда тура ортадан осы жердегі бұрышты тап деген сөз міне. Ортадан бір жасылды қойып қойдым ғой, осы жерді тап деген сөз. Осы жердің не А1 жазықтығы осы жердегі бұрышты тап деген сөз. Мына жердегі бұрышты. Енді бүкіл қыры бірге тең болатын болса, бір болатын болса, диагоналды табайық. Бұл табанда көп міне А1-ды міне ұзындықтары бірлік деді ғой, бір деп аламыз. Сонда бізге мына жердегі диагоналды табайық. А-ды диагоналды табайық. Бір болатын болса, А диагоналды түбір астында 2. Оның жартысы ОА неге тең? Міне оның жартысы О деп қояйық, ОА. Мына жердегі ОА дегеніміз ол оның жартысы түбір астында 2 бөлінген 2 екен. Ал қарама қарсысы біз 1 деп аламыз. Неге? Бүкіл қыр 1 қой, биіктігі де 1. Қарама қарсысын біз 1 деп аламыз. Онда маркермен бояп қойшы, мына жерді тап деген сөз. Маркермен бояп қойын, тура осы жер. Тура осы жерді белгілеп алайық. Мына жерде мен сызып алайын, тура осы жер тап деген сөз. Мына үлкен болып кетті ғой деймін, қазір қайта сызайық. Так, асыққанды өсіп кішкене нетпейді, мұғалімдер көп көрсін деп асығып жатырмыз. Бұл жерде ОА дегеніміз түбір астында 2 бөлінген 2 екен, бұл жер 1 екен. Енді тангенспен табасылайық. Тангенс альфа неге тең? Тангенс мына жерге жасайық. Сонда тангенс альфа дегеніміз қарсы жатқан катет 1-дің 2 түбір астында 2. Орын ауысатын болса, тангенс альфа тең түбір астында 2 шығады. Сонда альфа дегеніміз арық тангенс 2 деген жауап болады екен. Бұл бізде 16 есеп. Келесі көтейікші, 17 есеп. 17 есебімізде қандай нәрселер келді екен көрейік. 17 есебіміз дөңгелектің 120 градус центрлік бұрышқа сәйкес сектордың ауданы 27 дейді. Мынандай дейді. 120 градуске тең сектордың ауданы 120 градусқа тең, мынандай 120 градус екен. Жер 120 градус. Альфа тең 120 градус секторға тіретін доғаның сектордың ауданы дейді. 27 пи дейді. 27 пи сантиметр квадрат болса, доңғалақтың радиусын таппайды. Енді бұлай істейсіләқшы. 120 градус міне. 120 градуста қаншаға тең екен? Аудан мына 120 градуста 27 пи екен. Ал бір шеңбер толық болу үшін 160 градус болу керек. 160 градуста x дейік. Яғни мына 123 еселеген екен. 123 еселепті. Мына шеңбердің ауданы не? Шеңбердің ауданы. Мына 3 еселепті 120 шығады. Онда бұнды 3 еселейсілер.
Онда шеңбердің ауданы 81 пи деген сөз. Шеңбердің ауданы бізде неге тең? Пи r квадрат. Пи мен пи қайтеді? Қысқарады, r тең 9. Бізге радиусын тап деді ғой деймін, 9 сантиметр екен. Бұл бізде 17-ші есеп. Келесі есептерге өтейік. Онда 18-ші есебіміз екен. 18-ші есепке өтетін боламыз. 18-ші есебімізде қандай нәрселер берді екен? Қарап шығайық. 18-ші есеп. 18-ші есебімізді көрейік. 18-ші есебімізде былай екен. АБС үшбұрышы берілген екен. Көрейік, міне АБС үшбұрышы. Бұрыш А 55 градус дейді. 55 градус екен. Бұрыш А 55 градус. Бұрышысы 65 градус дейді. 65 градус. АБ 3-ке тең дейді. АБ 3-ке тең. Б-сы 7-ге тең дейді. Б-сы 7-ге тең. А-сы X тап дейді. Енді оңай екен. Мынау 65 болса, мынау 55 болса, екеуін қосам 120, онда бұл жер 60 градус. Косинустар тегеурмасын қолданам. А квадрат деген не еді? Б квадрат қосылған С квадрат алынған 2Б-сы косинус альфа деген формуланы қолдана саламыз. Ол да мына қарама-қарсында X тұр, X алам. X-тің квадраты тең мына қарама-қарсында. 7-нің квадраты 49, міне 3-тің квадраты 9, алынған 2 көбейту 7 көбейту 2 арасындағы бұрыш деген косинус 62-ден 1. Екеу қайтеді? Қысқарады. X квадрат тең мына 49 қосақ 58, жерде 21-ді аламыз. 20 асақ 37. Яғни түбірасында 37, X тең түбірасында 37 деген шығады екен. Бұл 18-ші есеп. Онда келесі көтейік. 19-ші есебімізде не берілді екен қарайық. 19-ші есебіміз 1, 5 әртүрлі сан арифметикалық прогрессия тізбектес мүшелерін құрайды. Арифметикалық прогрессия тізбектес дейді. 5-еу. А1, А2, А3, А4, А5 тізбектес құрайды дейді. Арифметикалық прогрессия құрайды. Егер екінші және үшінші мүшелерін алып тастасақ, 2 және 3-ін алып тастайық. 2 және 3-ші мүшені алып тастасақ, қалған сандар геометриялық прогрессияның тізбектес мүшесі болады дейді. Геометриялық прогрессияның тізбектес мүшесі болады дейді. Яғни А1, А4, А5 тізбектес мүшесі болады дейді. Тізбектес мүшесі болады дейді. Бұлар геометриялық прогрессияның тізбектес мүшесі болады дейді. Қалған сандар геометриялық прогрессияның тізбектес мүшелерін құрайды. Геометриялық прогрессияның есебін тап дейді. Онда геометриялық прогрессияның есебін тап деген сөз, есебін табу үшін алдыңғысын соңғысына қайтеміз, бөлеміз. Q дегеніміз А4-ті А1-ге бөлгенге тең, немесе А5-ті А4-ге бөлгенге тең. Енді осы екеуінен пропорция жасайықшы. Осы екеуінен пропорция жасап есептейік. Міне екеуін пропорция жасақ, қазір қайтадан Q-ті тауып алатын боламыз. Пропорция жасақ, А4-тің квадраты болады екен, тең А1 көбейту А5 болады екен. 3 жерде тек А4 дегеніміз А1 қосылған 3-тінің квадраты болады. Бұл жерде А1 тұрады. А5 дегеніміз А1 қосылған 4-ті болады екен. Бұл жерде А1-дің квадраты қосылған 6, 2, 6 А1-ді болады екен. Екесілеп екеуін көбейтеміз, қосылған 9-ді квадрат болады екен. Екіншісін көбейтсек А1 квадрат қосылған 4 А1-ді болады екен. Енді қарайықшы. Бұл жерде нелер қысқарады, нелер қысқармайды екен қарайық. А1 мен А1 бір жақ қосып қысқарады. Бір жағында 9-ды квадратты қалдырайық. Бұл жерде 9-ды квадрат қалды. 6 А1-ді оң жағын өткізсек, минус 2 А1-ді болады екен. Д-ның біреумен біреу қысқарады дегеніміз минус 2 А1 бөлінген 9 шығады екен. Енді Q дегеніміз тап деді ғой бізге. Q дегеніміз А4-тің неге қатынас? А1-ге қатынас. А4 дегеніміз бізде А1 қосылған 3-ті бөлінген А1 екен. Енді орнына қойып Q тең А1 тұра берсін. Д дегеніміз неге тең? 3 көбейту. Д дегеніміз не тауып қойдық? Д дегеніміз не тауып қойдық? Да. Ол дегеніміз минус 9-дан 2 А1 екен. Енді А1. А1-лер жақшаны сыртынан шығарсақ, А1-лер қысқарады. Мына А1-лер жақшаны сыртынан қысқарады. Бұл жерде 1 қалады. Екеу қысқарады, алынған 3-тен 2 болады екен. Тең 3-тен 1 деген Q шықты. Онда біз келесі көтейік 20-ға. 20-шы есебімізде не берілді екен қарайық. Бұл бізде енді 20-шы есебімізді қарайтын боламыз. Түсінікті ма? 20-шы есебімізде не берілді екен. Так, 20-шы есебімізде X бір жазықтық беріп, X алынған 3Y қосылған 5 Z алынған 7 тең 0-мен дейді. 2X алынған 6Y қосылған 10 Z алынған 20 параллель жазықтардың арақашықтығын тап дейді. Параллель жазықтардың арақашықтығын тап дейді. Онда мұнан бәрін 2-ге қысқарып жіберейікші. 2-ге қысқарсақ X
алынған 3y қосылған 5z тең 10 болады екен, тең 0. Бізде нүктеден жүзге дейін қарағыштау формуласы болып алғандай еді. ax 0, by 0 қосылған z 0 қосылған d модуль ішінде мынандай формула бар. a квадрат қосылған, міне a квадрат қосылған b квадрат қосылған c квадрат деген формула бар еді ғой. Тура осыған қоямыз. Бірінші мынаны қояйық. Ол үшін мына жерде d деп қояйық. Мынаның өзін жазамыз. 2 алынған 3y қосылған 5z алынған 10 деп жазамыз. Міне модуль ішінде көрдіңіздер ме? Міне тура осы. Абысыларды квадрат десе 1-дің квадраты 1, 3-дің квадраты 9, 5-дің квадраты 25 деп жазамыз. Енді мына жерге келейікші. Мына жерде x алынған 3y қосылған 5z деп тұр ғой, тең 7 деп аламыз. Енді мына екі оқсас па? Қараңыздаршы. Бір нені көрсетейін, мына екі оқсас па? Міне. Орнына әкеп 7-ні қоюға болады екен. Орнына әкеп міне 7-ні қоямыз. Сонда да тең 7 алынған 10 болады екен. Бұл жерде бізде 25 35 болады екен. Сонда тең 3 бөлінген түбірасында 35 шығады екен. Ер астынан құтылсаңыздар 35, 3 түбірасында 35 шығады екен. Келесіп көтейік. 21-ші есебіміз. 21-ші есеп. 21-ші есеп өтейік. Қала халқының саны 2 жылда 250 мыңнан дейді. 2 жылда 250 мыңнан 275 мыңға өсті дейді. Өсті. Қала халқының жалпы өсімі қандай? Өсім пайызын есептейді. Онда мынандай бар. Білесіздер, a тең формула бойынша b1 плюс минус p процент бөлінген 100 n деген бер. n қанша жыл, қанша уақыт деген. Бұл жерде қосуды қолданамыз. Өссе қосу, кемесе алуды қолданамыз. Қосуды қолданамыз. Ал соңғы бізде неше? Соңғысы 2000, мынау соңғысы a деген 2275 мың өскені. Ал бізде бастапқы 2500 болған, b 250 мың болған. Бір қосылғанды қолдаймын, p процент деп аламын, бөлінген 100, n дегеніміз екі үш жерден бөлеміз. Бөлсек қанша шығады екен? Бөлсек 1,10 мыңнан 25 ау, өйткені 1,10 мыңнан 25, өйткені 5% шығып жатыр, сол себепті есептей салдық, міне бөлдік. Сонда бұл жерде бір қосылған b процент бөлінген 100 дейміз, квадрат дейміз. Енді осын түбіргі аламыз. Түбіргі алатын болсақ 1,5 шығады. 1,5 квадраты ғой, сол үшін жазып салдым. Бұл жерде бір қосылған p процент бөлінген 100 болады екен. Енді бәрін 100-ге көбейтетін болсақ 105 тең 100 қосылған процент болады екен. Сонда процентіміз неге тең болады екен? 5% деген не біздің ізденген жауаптар шықты. Онда біз келесіп көтейік 22-ші есебіміз. 22-ші есеп көтейік. Түсінікті болды деген сенімдемін. 22-ші есебіміз. A векторы 4-те 3. B векторы бізде 2-де x. Векторлар берілген, олардың скаляр көбейтіндісі 20-ға тең дейді. A, B векторының скаляр көбейтіндісі 20-ға тең болса, 20-ға тең болса, x-ің мәнін тап дейді. Скаляр көбейтінді деген еді? A, B вектордың скаляр көбейтіндісі дегеніміз x1, x2 қосылған y1, y2 қосылған z1, z2 екен. Енді осы нөлге тең көбейтеміз. 4 пен 2-ні көбейсек 8 қосылған 3x. Кеңестікті жазып кеттім, ол керегі жоқ, қазір жазықтық болғандықтан. 8 қосылған 3x тең 20 дейміз. Сонда x тең 4 деген жауап шығады екен. 22-ші есебіміз түсінікті деген сенімдемін. Келесіп көтейік 23-ші есебіміз. 23-ші есебіміз. Бұлай дейді, x 23-ші есебіміз. x квадрат қосылған y квадрат неден кіші дейді? 9-дан кіші дейді. y тең 3 алынған x дейді. Тең сіздің қанағаттандыратын нүктені тап дейді. Қанағаттандыратын нүктені тап десе, жауабына қарап айтысылай 0-ден 0, 1-де минус 1-де 1 деген жауап көңілдің жауабына қарап қоя саласыздар. X-тің орнына біз x-тің орнына 0-ді қоямыз, y-тің орнына 0-ді қойғанда теңдік тура орындалып тұрса, ол жауап үйлеседі. Өсіп жауапты орнына қоя салсаңыздар болады. Онда 24-ші есеп көте берейікші. 24-ші есеп. 24-ші есеп. Конустың бүйір бет ауданы дейік 64 пи бөлінген 3. Жасаушысы L тең 8.
конустың жасаушысы мен биіктігі арасындағы бұрыш тап дейді. Конус мынандай бізде конус білетін жасаушы мен биіктігінің арасындағы бұрыш дейді. Мынау биіктігі, мынау жасаушының арасындағы бұрышты тап дейді. Бүйір бет ауданы 64 пи дейді. Ел дегеніміз 8 тең дейді. Онда былай істей саламыз. Так, бүйір бет ауданы неге тең? Пи р л бүйір бет ауданы 64 пи бөлінген 3 екен. Пи мен пилер қысқарады. Елдің орнына мен 8 әкеп қоямын. Елдің орнына әкеп, міне 8-ді қойсам 8 қысқарады. R дегеніміз 8 бөлінген 3 шығады екен. Ал бізге аш тау керек қой, аш екеуінің ортасында бұрыш тап дейді. Түсінікті болып жатыр ма? Арасындағы бізге нені тап дейді? Бұрышты тап деген екен. Енді түсінікті болып жатыр деген сенімдемін сіздерге. Осылай тауып береді екенбіз. Енді бізге осының арасындағы бұрыштың несін дейді? Несі 24-ші деп? Арасындағы бұрыштың көсінесі тап теңде. Көсіне тауышын аш керек екен ғой. Радиус тап қойдым. Аш тау оңай. Аштың квадраты неге тең? Елдің квадраты 8-дің квадраты 64-тен аламыз. Аштың квадраты тауышын. Аштың квадраты тауышын 8-дің квадратынан ердің квадратын аламыз. Ерімне. 3-дің квадраты 9, 8-дің квадраты 64 болады екен. Аштың квадраты алсақ, ортақ болған 9 бөлім, 9-дан 1 тасақ 8 көбейту 64 бөлінген 9 екен. Аш дегеніміз 9-дан 3 шығады, 64-тен 8 шығады. Мынадан 2, 16 түп арасында 2 шығады екен. Аш шықты. Енді арасындағы бұрыш тап дейді. Міне, бізге арасындағы бұрыш тап дейді. Аш дегеніміз мынау. Аш дегеніміз мынау міне. Аш дегеніміз 16 түп арасында 2 бөлінген 3 шықты. Бұл 8 екен. Арасындағы бұрыш тап оңай. Көсінесі альфа дегеніміз іргелес жатқан катеттің 16 түп арасында 2 бөлінген 3. Іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Гипотенуза дегеніміз 8-дің 1. Орнына қосатын болса 2 түп арасында 2 бөлінген 3 деген міне 2 түп арасында 2 бөлінген 3 деген жауабымыз шығады екен. Келесі есептерге өтейік. 25-ші есеп. Дауысым естіліп тұр деген сенімдемін. 25-ші есепке өте берейік. 35-ші есепке дейін талқылап алсақ, 25-ші есеп. ABCD параллограмм дейді. Енді 25-ші есепке өтейік. ABCD параллограмм берілген екен міне. ABCD параллограмм деп алайық. ABCD параллограмм 25-ші есеп. ABCD параллограмм AB қабырғасы 12, E тең AE бисектрисасы BC қабырғасының E нүктесінде қиылысады дейді. Бисектриса E нүктесінде қияды дейді. Бисектриса десе бұрышты қақ бөледі. Соң параллель түзуді үшінші бір түзу қиды міне, онда мына екі бұрыш өзара қандай? Міне екі бұрыш өзара тең болып қалады. Онда бұл жерде 12. Былай дейді, енді оқып алайыншы, бірінші өзімен есеп шығарып кеттім ғой. ABCD параллограммның AB қабырғасы 12, AE бисектрисасы BC қабырғасының E нүктесінде қияды. Есі 4-ке тең болса дейді. Не телефоннан қараған есі 4-ке тең болса параллограммның периметрін тап дейді. Енді болды. AB қабырғасы бізде 12, BC қабырғасы тең 16 екен. Периметр дегеніміз 2, А қосылған Б. Екеуін қосамыз 28, 56 деген жауап шығады екен. Келесі есептерге өтейік. Келесі 26-шы есеп. 26-шы есеп қорапта 4 қызыл, 3 сары және 2 қара шар бар дейді. Қанша екен? Қызыл. Қызыл бізде 4 екен, сары 3 екен, сары 3 екен, сары 3, қара 2 екен, қара 2 шар. Қораптан қарамай кездесек 3 шар алғанда үшеуінің де түсі бірдей болсын дейді. Үшеуінің де түсі. Онда қараны ала алмаймыз. Үшеу шықпайды ғой. Үшеуінің түсі бірдей болсын десе қызыл болады, немесе сары болады. Онда жалпы шар қанша? Бірінші қызылдан алайық. Қызыл деген 4-тен 3. Жалпы 4 қызыл болатын жағдайларды есептеп алайықшы. Қызылдан 4-тен үшеуін алу мүмкінмін. Немесе сарыдан алу мүмкін. 3-тен 3 болуы мүмкін. Бірақ жалпы шар қанша? Жалпы шар 4-ке 3 қосам 7, 9. 9-дан 3 шар алу керек екенмін. Осыны шығаратын болсаңыздар жауабы шығады, құрметті оқырмандарым. Біріншісінен не шығады? Біріншісінен 4 шығады, бұдан 1 шығады, 4 қана ғой. Келесі астын есептейтін болсақ, 9-ның факториалы бөлінген 3-тің факториалы және 6-ның факториалы. Есептесек бұл жерде 5 болды. Астын есептесек 9-ның факториалы болып 9 көбейту 8 көбейту 7, 6-ның факториалы болады. Астында 6-ның факториалы бар, қысқарады, 3-тің факториалы 6 болады екен. 6-ның факториалы қысқарады, бұл жерде 5 тұрады екен. 6 мен 3 қысқарса 3 қалады, бұл жерде 2 мен қысқарса 4, 84 шығады екен. Сонда 84-те 5 деген жауап шықты. Түсінікті деген сенімдемін. Келесі есепке өтейік. 27-ші есеп. 27-ші есебіміз. P алынған 3 x квадрат қосылған 2x қосылған P тең 0.
теңдеуінің жалғыз түбірі және екі түбірі бір-біріне тең болатын p параметрі барлық мәндердің қосындысын тап дейді. Онда бірінші дискриминант нөлге тең бір ғана шешім болатын дейді. Бірінші осыны таба алайық. Онда p дегеніміз 4b квадрат алынған 4асы тең 0 болады. p-ның орнына қойсақ, бұл жерде 2 квадрат 4 алынған 4, 4p алынған 3, p-ға көбейтеміз тең 0. Сонда 4 бұл жерде не шығады екен? 4p квадрат болады екен, мынау қосылған 12p болады екен тең 0. Алынған минус қосылған болады. Енді минус қойсақ 4p квадрат минус 12p қосылған алынған 4 болады екен. Енді көрейік, есептеп көрейік. Алынған 4 тең 0 екен. Бәрін 4-ке қысқартып жереміз. Сонда p квадрат алынған 3p қосылған 1 екен. Тең 0 болып қалды. Енді бізде екеуі тең бір шешім шығатындай дей ма? Қазір көре салайықшы, бұл жерін оқып алайыншы. 27-ші есебіміз. Түбірлер екі түбірі бір-біріне тең болатындай p параметрінің мәндерін қосындысын тап дейді. Екеуі тең болатындай дейді. Енді дискриминант тағы да тексереді екенбіз. Дискриминант тексерсек 9 алынған, бұл жерде минус 1 қосылған болып кетеді. Минус қосылған 4 тең 13 болады екен. Енді есептейтін болсақ, бұл жерден 3 плюс минус түбір астында 13 бөлінген не шығады екен? Енді екеуін қосып алайық. Екеуін қосып алатын болсақ, 3 қосылған түбір астында 3. Енді түсінікті ма? Бұл жерде бізде несін тап деген екен? Қазір қарасақ. Иә, түбір 3 қосылған түбір астында 13 бөлінген 2. Осында екі шешім екі рет қос деп тұр екен ғой. 3 алынған түбір астында 13 бөлінген 2. Сонда бұл жерден 3 шығады. 3-ті тағы 2 кесілейміз. Сонда 6 деген жауап болады екен, иә? Келесі есептерге өтейік. 28-ші есеп. 28-ші есепте мен осы күмәнім бар. 28-ші есеп бар ғой. Y-тен көре салайық. X квадрат па алынған 7x қосылған 12 тең 1 екен. X қосылған Y тең 6 екен. Шешімдері x1, y1, x2 осының шешімдерінің қосындысын тап деген екен. Енді бұл екеу ғана берді, бұдан мен не ойлаймын, 3 жауап шығады деген. Яғни бізде мынау қара, бір шығушы мынау қандай болу керек? Бірінші жағдайда бір шығушы 0-ге тең болу керек. X квадрат алынған 7x қосылған 12 тең 0 болу керек. Сонда бұл x алынған 4 пен неге жіктеледі? X алынған 3-ге жіктеледі тең 0. Сонда бұл жерде не шығады десек, 0 шығатын болса, x тең 4 шығады, және x тең 3 шығады. Мына жерге 4-ті қоям, екіншісіне x-ің орнына 4-ті қоятын болсам, y-іміз 2 шығады, 3-ті қойсам, y-іміз 3 шығады. Ал енді бір жауап тағы шығады ғой. Y 1 болып қалуы мүмкін ғой. 1 болса, y 1-ге тең емес деген шарт бермеген ғой бұл жерде. Негізі жалпы жақтан айта салайын. Сонда мына қоссақ қосындысы 12 деп берді, осыны қосты деп есептеп тұр енді негізінде. Бірақ y де 1 болып қалса жауап шығады. Y тең 1 болып қалса, 1-дің әрқандай дәріс 1-ге тең ғой. X тең 5 деген тағы бір жауап шығу керек. Сонда мына есептің берілісінде y тең емес 1-ге деген шарт болуы мүмкін. Сонда қосындысы 12 шығады, иә? Берілісінде кішкене қателіктер болуы мүмкін. 29-ші есеп. Енді 29-ға өтейік. X алынған 3x квадрат алынған 10x қосылған 3 тең 1. Міне осы сияқты есеп қой. Енді бұлай істейміз. Біріншісі, бұл есеп не істейді? 29-ші есеп. Теңдеудің түбірлері саны қанша дейді? Түбірлерінің саны қанша? Бастайық онда. 3x квадрат алынған 10x қосылған 3-ті беретін 0-ге теңеймін. Неге? Мынау 0 болса болды, мына әрқандай сан болса да 1 ғой, 0 әрқандай сан 0 дәріс 1 екен, білеміз. Сонда бұл жерін есептейтін болсақ, 3x алынған 1 мен x алынған 3-ке жүктеледі екен. Сонда x тең 3-тен 1, x тең 3 деген жауап шығады екен. Екіншісі, модуль ішінде x алынған 3 не болуы мүмкін? Бізде 1-ге тең болуы мүмкін. Бұл 2 рет шығады. x алынған 3 тең 1, x алынған 3 тең минус 1. Сонда бұл жерден тең 4 шығады. Бұл жерден не шығады екен? Мұн жаққа өтеді 2. Қане есептей салайық. x алынған 3 тең 4. Сонда бұл жерде де қарайық, бұл жерге 2-ні қойсақ, 2-ден 3 жазық 4 деген жауап шығады екен. Мына жер бір рет есептей салайық. Бұл бізде нешінші есеп еді? 29-ші есебіміз екен. 29-ші есебіміз 4 және 2 деген жауап шығады екен, иә? 4-ті қойсақ та, бұл жерден қараңыздар, 4-ті қойсақ та бір жауап. Сонда мен бұл жерде 2 деген жауап. Сонда 2-ні қойсақ та модуль ішінен шығады.
Сонда бұл жерде менің ойымда міне екеу тұр, міне екеу тұр деген сөз ғой. Бірақ міне екеу тұр. Енді мынау 3-ті алмайды. Неге? 2 салынған 3 неге тең болмау керек? 0-ге тең болмау керек. 3-ті шығарып тастаймыз. Тең болмау керек қой. 3 болып қалса 0 болып қалады. 0-дің әрқандай сан дәрежесі 0 десек те болады ғой онда, иә? Мына жерде енді 0-дің әрқандай сан дәрежесі деп бермейтін болуы мүмкін. Енді менің ойым, жеке пікірім ғой, 3 тең болу үшін 3-ті қоя алмаймыз, жеке пікірім. Себебі, мына жерде 3-ті қоятын болсақ 0 болып қалса 0-дің әрқандай сан дәрежесі 0. Онда мына жерде 3-ті ала алмай қалады деген сөз ғой. Сонда 3-ті шығарып тастаймын, 3-ті алмаймын. Сонда жауаптар қандай? 3-тен 1 жауап, x тең 4, x тең 2 деген 3 жауап. Сондықтан мен теңсіздік сияқты қарап кеттім ғой, сонда 3 жауап қана болады. Жауап 3 деген дұрыс. Жауап 3 деген дұрыс екен. Енді 30-шы есеп көтейік. 30-шы есебімізде не берілді? Алматы оқулығының дейді. Алматының оқулықтарының жалпы саны, Алматының оқулықтарының жалпы саны 13 дейді. Егер оқулық сөреге орналасу алгебра мен геометрия бірге тұрса дейді. Алгебра мен геометрия бірге тұрса. Деп қояқ, геометрия бірге тұрса. Одан кейін химия мен биология бірге тұрса дейді. Онда қанша орналастыру бар дейді. Онда мына 13-те мына бір-біреуін азайтамыз. Бір-біреу екеу болып кетеді. Қарашы, неше қатар десем, жерде 4-еу екеу болып тұр ғой, міне 4-еу екеу. Онда қалғандан тағы 7-еу бар, 9 бар деген сөз. Былай түсіндірейінші. Мына екеу қатар біреу болып есептелді, екеу біреу болып есептелінсе, мынадан екеу кемейді, 11 болады. Онда 11-дің факториалы, 11-дің орналасуы болады. Және бұл жерде мына екі кітап өзара орналасуы мүмкін, онда 2-ның факториалы болады. Мына орналасуы мүмкін, 2-ның факториалы болады. 2-ның факториалы 2, 2-ні көбейтсем 4 көбейді 11-дің факториалы деген осыдан шыққан. 30-шы есеп. 31-ші есебімізге өтейік. 31-ші есебімізде не берілген екен? Міне синус квадрат x алынған 3 синус x косинус x қосылған 2 косинус квадрат x тең 0 деген екен. Теңдеуінің түбірлерін табыңыз деген екен. Теңдеуінің түбірлері жиын тап дейді. Онда косинус квадрат x-тен бірге көбейте салайық, шетінде тұрған. Біріншісін көбейсек тангенс квадрат x болады. Екіншісіне көбейсек косинустың біреуімен біреу қайтеді. Қысқарады. 3 тангенс x болады, қосылған 2 тең 0 болады. Сонда бұл тангенс x алынған 2 мен неге жіктеледі екен? Тангенс x алынған 1-ге жіктеледі екен. Сонда тангенс x тең 2 болады, тангенс x тең 1 болады екен. Сонда x дегеніміз не? Арық тангенс 2, x дегеніміз пи бөлінген 4 қосылған пи-ен деген 2 жауап болады екен. Енді түсінікті деген сенімдемін, екеуіне жазып қойдым. 32-ші есеп көтейік. 32-ші есебімізде не берілген екен? 32-ші есеп. Y тең 1 бөлінген x, Y тең 1 бөлінген x дейді. 30, нешінші есепке кеттім? 32, 1 бөлінген x функциясының дейді. Функциясының E6-да 12 нүктесі арқылы өтетін алғашқы функциясын деп дейді. Алғашқы функциясын тап дейді. Онда алғашқы функциясы оңай екен, 1 бөлінген x, та x дейміз. Епат x деп табамыз алғашқы функциясын. Сонда бөлім тұсалымды болса, лін болып жазылады. Лін x қосылған с дейміз. Енді сын табу үшін мына мән беріп қойды. Y-ның орнына 12-ні қоям. 12 лін 6-ның дәрежесі дейміз. 6 дәрежесі дейміз. Қосылған с дейміз. 6 алдыға түседі. 12 тең 6 алдына түсі 6 лін 2 бірге тең қосылған с. С тең 6 шығады екен ғой. С тең 6 шығады екен. Түсінді ма? Сыны 6-ны қайтадан орнына әкеп жерге қоямыз. Епат x тең лін x қосылған с. Мына модельде болуында мүмкін жауапқа қарайсыздар. Келістік қой. Келесі 33-ші есеп. 33-ші есебімізде не берілді екен? Бір қарай салайық. 33-ші есептің сұрағында қателік бар ау, сұрақ белгісін қойып қойды. Енді 33-те қателік бар ау, мен нақтылы белгісін түсінбедім. Бір жер дұрыс емес. 3x ба, 3x ба екеуінің бірі белгісіздеу. Онда 34-ші есеп көте берейік. 34-ші есепте былай дейді, епат x тең x квадрат модуль ішінде алынған 5x қосылған 6 0 мен 2,4-тің арасындағы мәнін табыңыз деген екен.
осы есепті сіздерге енді екі түрлі жол шығару жолы бар, соның біреуімен ғана кете берейінші. Екіншісі оңай тәсілмен не? Бірінші, ең үлкен өнгіш мәнді табу үшін туындысын табамыз. Туындысы неге тең дейтін болса, x квадрат алынған 5x қосылған 6 деп алымына жазамыз да, бөліміне x квадрат алынған 5x модельмен өзін жазамыз. Және осының үстінен бір туынды аламыз. Туынды алатын болсақ 2x алынған 5 екен. Енді ойлашы, туындының екі мүмкіндік бар, иә? Туындыда екінші. Бірінші модельдің іші оңсан болуы мүмкін. Оңсан болса өзі шығады. Мына екеуі қайтеді, қысқарып кетеді деген сөз. Өзі шығады, екеуі қысқарып кетеді деген сөз. Қысқарса, бәрібір 2x алынған 5 шығады. Терістен болса алдынан минуспен шығады. Онда екіншіде бәрібір сол бойынша минуспен, алдынан минуспен шықса, одан минус 2x қосылған 5. Екеуінің туындысын нөлге теңейтін болсам, 2,5 шығады. Екеуінде де 2,5 шығады. Бұл бірінші мүмкіндік. Бірақ 2,5-ның арасына түсе ма? Жоқ, түспейді. Енді біз анықталу болсына да бір қарай саламыз. Нөлге тең нүктесіне де бір рет қарайсамыз. Нөлге тең нүктесіне бір рет қараймыз. Тең 0. Сонда бұл x алынған 2 мен x алынған 3-ке жүктеледі екен, тең 0. Сонда x тең 2, x тең 3 шығады екен. 3-ті әкеп мынаның арасына тағы түспейді. Онда қарамаймыз. Түсетін 2. Онда мына 3 мән түседі екен. Біріншісі 0 түседі, шекарадағы нүктені міндетті аламыз. Екіншісі түседі, 2 түседі, үшіншісі 2,4 түседі. Осы үшеуін әкеп берілген функцияның орнына қоясыздар. 0-ді қояйыншы, 0, 0, 6. 2-ні қояйын, 2 квадрат 4, 2 біз 10, 10-нан 4 тасам 0 шығады екен оқшымша. Енді үшіншісінен тағы мән шығады. Бір мән шығады, алдында көріп қалдым, бір мән шығады. Түсінді ма? Міне есептемей қояқшы, бұдан бір мән шығады. Енді есептеп көрсеңіздер болады, 2-нан 4 квадратта алып, тошынасын білмеймін, алттан кіші сан шығады. Енді бізге ең үлкен ең кішінің қосындысын тап дейді. Екеуінің қосындысы 6 деген жауап шығады екен. Келесі кетейік.